Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bilimgerler, 23-ші дәріс сифатун мушаббах. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз осы. Біріншіден сифат мушаббах деп атқанымыз бұл сын есім қазақша. Болмаса сипаттар, жалпы сипаттар, сипаттардың көпшілігі осы сифат мушаббахпен жасалады. Бұдан бөлек немесе табиғи құбылыстарды да сифат мушаббахтың өлшемінде келеді. Немесе мынау адамның ниетінсіз, яғни адамның ниетіне байланбайтын, көңіл күйіне қатысты болған кейбір сипаттар осы сифат мушаббахтың формуласымен, яғни соның өлшемімен жасалады екен. Қысқаша осы сифат мушаббах. Атап айтып тұрғандай, бұны сын есім деп білгеніміз дұрыс болады. Жаңағы адамның көңіл күйіне байланысты, мысалы, көңіл күйі болғанда, ол көңіл күйден сіз ол көңіл күйдің орындаушысын жасау үшін ол исм фаил ретінде жасалмайтын. Осы арнайы сифат мушаббахтың өлшемінде келетін кейбір сөздер, мәселен, хазанун секілді, мұңаю, немесе фарихун, фарахун, қуану деген секілді. Мына жерде сифат мушаббахтың белгілі өлшемдері, енді оның өлшемдері көп. Бізге ең көп кездесетін 7 өлшемді берген екен. Бұны жаттау керек. Бір өлшем, бір сөз, бір өлшем, бір сөз қылып жаттау керек. Мына жерде исм тафдилдің белгілі өлшемдері деп келген, бұл қате, бұл сифат мушаббахтың өлшемдері деп өзгертіңіз. Яғни исм тафдилдің орнына сифат мушаббах деген сөз қою керек. Фаилун бабы, оның әйелдегі фаилатун, мысал ретінде атирун, фаилун, атирун, яғни жұпар иісті деген сөз. Болмаса фаилун өлшемі, әйелдегінде фаилатун болып келеді. Бұл суласи мужарраттардың 4-ші, 5-ші, 6-ші баптарындағы сөздермен, етістермен жасалды. Мысалы, кабирун деген секілді. Болмаса фа'ланун, әйел тегінде фа'ла немесе фа'лалатун өлшемімен келеді. Мәселен, шабанун, тоқ, райянун, жұпар иісті, шөлі қанған деген секілді. Немесе аф'алу өлшемімен келеді. Әйел тегі фа'лау, мәселен, ағма, көр, асуат, қара деген секілді. Келесі фаилун өлшемімен келеді. Наимун, жұмсақ, тахирун, таза деген. Фаилун өлшемімен келеді. Мәйитун, тайибун, дойиқун деген секілді. Болмаса соңғысы 7-ші өлшеміміз фаалун өлшемімен келеді. Харамун, касадун деген секілді. Енді бұны қысқаша сифат мушаббахтың жаттап алу керек өлшемдер. Өйткені бұл сифат мушаббахпен біздің наху сабағында да ұшырасатын боламыз. Маңызды өлшемдер өте маңызды. Сондықтан бір өлшем, бір мысалмен жаттап алыңыз. 44-ші жаттығу үйге берілген мағыналарыңызды анықтаңыз дейік. Оны біз былай қылайық. Өлшемін анықтап, 7 өлшемнің қайсысында келіп, мағынасын білсеңіз мағынасы жазасыз, немесе сөздіктен қарау арқылы жазатын боласыз. Уахиру дауана, алхамдулиллахи раббил аламин.